Сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз сіздермен бірге персик пирожныйын дайындаймыз. Ол үшін бізге қажет заттар тізімі: 1 жұмыртқа, 240 грамм ұн, ванилин, қопсытқыш, 2 ас қасық қаймақ, 30 грамм сары май және 100 грамм қант. Кейін ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қопсытқышты қосамыз. Үлкен ыдысымызға 100 грамм қантымызды 1 жұмыртқаны салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Қасықтың ұшымен ванилин саласыздар. Қаймағымызды және сары майымызды салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Дайын массаның үстіне ұн мен қопсытқышты салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дайын қамырымызды целлофанға орап, тоңазытқышқа 15 минутқа қойып қоямыз. Дайын қамырымызды алып, бірнеше бөлікке бөлеміз. Бірдей бөлікке бөлуге тырысыңыздар, себебі персиктің формасы сол кезде бірдей болып шығады. Менде бұнда 12 бөлікке бөлдім, сонда бізде 6 пирожный болады. Қамырымызды персиктің формасына келетіндей етіп дөңгелетіп аласыздар. Бөліктеріміз дайын, пергамент қағазының үстіне барлығын бір-бірінен алшақ етіп қойып шығасыздар. Кейін 180 градуста 20 минут қызып тұрған пеште пісіріп аласыздар. Пироженкаларымыздың қамыры пісті. Ыстық кезінде енді біз оның ортасын ойып алып тастауымыз қажет. Суығаннан кейін алуға болмайды, себебі суығанда печенькаларымыз қатты болып сынып кетуі мүмкін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мұқият ортасын пышақпен ойып алып тастайсыздар. Бізге кремін дайындау үшін бөлме температурасындағы 150 грамм вареная сгущенка және 70 грамм сары май қажет. Біз оны жақсылап миксермен араластырып аламыз. Кейін печеньеміздің ортасынан ойып алып тастаған корждарымызды кремнің үстіне салып, тағы да араластырып аласыздар. Пирожналарымыздың ортасын креммен жақсылап толтырып аламыз. Пироженкаларымызды видеода көріп тұрғандай бір-біріне жапсырасыздар да, артық кремді қолдарыңызбен айналдырып алып тастайсыздар. Бізге пироженкаларымызды әсемдеу үшін 2 кесеге су, қызыл және сары түсті краситель, қант қажет. 1 кесеге қызыл түсті красительді қосып жақсылап араластырамыз. Екінші кесемізге сары красительді қосып жақсылап араластырамыз. Келесіде пироженкаларымыздың бір бөлігін қызыл түсті, екінші бөлігін сары түсті суға малып, қанттың үстіне айналдырып аласыздар. Біздің персик пироженкаларымыз дайын. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды.